Бір ақын әйелдің мен әйелмін, демек мен актермін. 100 бетім мен 1000 рөлім бар менің дегені бар. Біздіңше бүгінгі таңдағы жұмыста озат, үйде мейірімді әйел бейнесін айқындауға осы өлең жолдары дәл келетін секілді. Олар тек үнемі ізденіп, өздері жетілумен қоймайды, өзін қоршаған ортаны да өзгертуге тырысады. Біздің алдағы бейнебаянымыздың кейіпкерлері басшы әйелдер. Сөз тізгінін олардың іскерлігімен танысып қайтқан тілшімізге береміз. Нина Дьячик облыстық мәслихат хатшысы. Бұл қызметке ол жақын арада тағайындалды. Өңірде облыстық мәслихатқа алғаш жетекшілік етіп отырған әйел адам. Бұған дейін 25 жыл басшылық қызмет атқарған. Депутаттыққа үміткерлер қатарынан озық шыққан оған негізінен Атбасар Бұланды ауданының тұрғындары сенім артқан. Мои планы на будущее. Менің мақсатым ақмолалықтардың маған артқан сенімін ақтау. Елбасының жолдауын өңірлерде ойдағыдай жүзеге асуына да бар күш-жігерімді жұмсайтын боламын. Депутаттық жұмыс мен үшін таңсық емес. Бұған дейін Атбасар аудандық мәслихатының 4 шақырылымында халық қалаулысы атанғанмын. Бұл жұмыста мені отбасым қолдайтындығына сенемін және жылдар бойы жинақталған тәжірибем алдыма қойған мақсаттарымның ойдағыдай жүзеге асуына септігін тиетініне еш күмәнім жоқ дейді Нина Дьячик. Кез келген әйел үшін отбасы бірінші кезекте. Ақмолалық әйелдердің қатарында гендерлік саясатты республика деңгейінде шешуге белсенді атсалысып жүрген жандар да бар. Ел президенті жанынан арнайы құрылған отбасы және гендерлік саясат істер жөніндегі ұлттық комиссияның құрылып жұмыс істеп жатқанына 10 жыл. Оған мүше жандардың бірі жерлесіміз Зәмзәгүл Мырзахметова. Енді қазіргі қыз-келіншектерге қарасақ, олардың жолдары ашық. Оқим десе, оқуға мүмкіншілік бар. Жұмыс істейм десе, жұмысқа мүмкіншілігі бар. Біздің енді еліміз, біздің қоғамымыз, біздің елбасымыз, оған мемлекетіміз бүкіл жағдай салып жатыр. Зәмзәгүл Естайқызы ұлттық салт дәстүр пән ретінде мектеп қабырғасында оқытылуы қажет деп санайды. Өңірдің дамуына қомақты үлес қосып жүргендердің қатарында ақмолалық әйелдердің алар орны ерекше. Мақпал Айбабина, Марат Ахметжанов, Апта.